Сәлем балалар, бүгін 72-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы бас әріптен басталып жазылатын сөздер. Бірінші жаттығу мәтінді оқы. 6 жасар Аңсар атасымен қонаққа келді. Дастархан жайылып, қымыз құйылды. Аңсар мен Бекжан далаға ойнауға шықты. Бекжан жуас құнанды Аңсарға көрсетті. Мынау қарақасқа құнан менің бәсірем. Кел, мін, деді. Мен бұрын атқа мініп көргенім жоқ, деді Аңсар. Онда маған мінгесіп ал, деді. Ол қарақасқаны тасқа жақын әкелді. Бекжан Аңсарды құнанға мінгізді. Бәсіре деген ұл балаға берілетін құлын немесе бота, ал құнан деген 2 жасар жылқыны айтады. Мәтін не туралы? Мәтін Бекжанның бәсіресі туралы. Аңсар қайда келді? Аңсар атасымен бірге қонаққа келді. Ол кіммен ойнады? Аңсар Бекжанмен ойнады. Бәсіре дегенді қалай түсінесің? Бәсіре деген ұл балаға берілетін құлын немесе бота. Мәтіннен сөйлем ішінде бас әріптен басталып жазылған сөздерді тап. Олар неліктен бас әріппен жазылған? Сөйлемнің ішіндегі бас әріппен жазылған сөздер. Аңсар және Бекжан адам аттары болған соң бас әріппен жазылған. Ал қарақасқа құнан ол үй хайуанаттары мен жануарларға қойылған аттар да бас әріппен жазылады. Үй хайуанаттары мен жануарларына қойылған аттар бас әріппен басталып жазылады. Ақтөс, Мойнақ, Байшұбар. Екінші жаттығу жаңылтпашты тыңдап көркем жаз. Айбар тай бақты, Мойнақ қой бақты. Ал жаңылтпашты тезірек айтатын болсақ, Айбар тай бақты, Мойнақ қой бақты. Кәне бірге айтып көрейікші. Үшінші жаттығу суретке қара, жануарлардың аты қандай әріптен басталып жазылған. Бірінші суретте жылқы тұр, бұл құлагер, яғни жылқының аты құлагер, сондықтан бас әріппен жазылып тұр. Екінші суретте ит, бұл сырттан, яғни иттің аты сырттан, сондықтан бас әріптен басталып жазылған. Үшінші суретте сиыр, бұл аймүйіз, яғни сиырдың аты аймүйіз, сондықтан бас әріппен жазылып тұр. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.